Сәлеметсің бе, Томирис? Сәлеметсіз бе, апай? Арай тобының тәжірибе алаңына қош келдің. Ал енді, Томирис, біз өзімізді таныстырып өтейік. Менің есімім Райхана Рахымжан қызы. Ал менің атым Асылхан Томирис. Керемет. Ал Томирис, біздің мына әлемде таң ғажайып құбылыстар өте көп. Сырлары мен жұмбақтары да көп. Сол сырларды менімен бірге ашуға дайынсың ба? Иә, дайынмын, апай. Ал керемет, жарайсың. Ал олай болса, біз бүгін жанар таудың атқылауы деген тәжірибе жасаймыз. Келістік пе? Иә, апай. Ал ол үшін біз мына жанар таудың макетін жасап қойдық. Бір реттік стакан және пластилиннің көмегімен жанар таудың моделін жасап қойдық. Ал енді біз тәжірибемізді бастаймыз. Алдымен лимон қышқылын суға салып араластырамыз. Лимон қышқылын саламыз. Енді қасықпен толығымен лимон қышқылы ерігенше қозғаймыз. Ұстап тұрайын. Каменді мүтес жөрейін. Лимон қышқылы еріп жатыр. Томирис, жанар тау дегеніміз жер сілкінісі болған кезде таудың ортасынан ыстық сұйықтық ағады. Сол құбылысты біз жанар тауының атқылауы деп айтамыз. Түсінікті ме? Иә, апай. Міне лимон қышқылы еріді. Міне енді маңызды тәжірибемізді бастаймыз. Бірінші, мына ас содасын жанар таудың ортасына саламыз. Жарайсың. Ал енді сабын суды құямыз. Тамаша, жарайсың. Ал енді ең маңыздысы, қазір мына лимон қышқылын ортасына құямыз. Ыдыста құямыз. Қандай керемет! Алақай! Қандай тамаша болды, қарашы. Нағыз жанар таудың өзі болды. Қалған құяқтағы. Керемет, алақай. Саған ұнады ма біздің тәжірибеміз? Қандай керемет болды, иә? Міне қарашы, сода мен лимон қышқылы әрекеттескен кезде қандай көпіршіктер шығып жатыр, иә? Оны біз көмір қышқыл газы деп атаймыз. Ал соның әсерінен міне қандай керемет жанар таудың атқылауы пайда болды. Ал енді осындай тәжірибені үйде де жасап көруіңе болады. Апай, жасаймын. Ал Томирис, енді екінші тәжірибеге кірісейік. Екінші соңғы барайық. Ал Томирис, бізге екінші тәжірибеге қандай заттар қажетін айтып өтейік. Бос ыдыс. Мынау сұйық май. Және де су. Және
және бояғыштар, бояғыштар және де көпіргіш, көпіргіш таблетка. таблетка. Тамаша. Ал енді бірінші мына бос ыдысқа май құямыз, сұйық май құямыз. Мен ашып берейін. Өзім Жарты етіп. Сұйық май құямыз. Көбір. Болды, жетеді. Ал енді осы майдың үстіне су құямыз. Екінші кезекте су құямыз. Қане суды алып құямыз. Жоқ, су құямыз. Ал енді байқайықшы, не болып жатыр? Қане жанынан қарап, байқайықшы. Қарашы. Не болып жатыр ішінде? Көпіршіктер болып жатыр, иә? Бұл қара, су астына түсіп, алмай жоғары көтерілді. Қандай керемет құбылыс болып жатыр, иә? Ал енді жалғастырайық. Ал енді ең кереметі мынау. Еккішпен бояуды алып, майдың үстіне құямыз. Ыдыстағы сұйықтыққа. Қане жаймен жібереміз. Жаймен тамшылатып. Шегінен. Керемет. Байқап жатсың ба? Нелер бар екен, не болып жатыр? Түсі қандай? Оранжевый. Қызғылт, сары, иә? Сары. Қарашы, барлығы қажеті жиналып қалды. Көпіршіктер. Қара, ортасында, иә? Ыдыстың ортасында. Қане енді жасыл түсті бояғышты құямыз. Қане? Иә, жай-жаймен ғана. Керемет, қандай әдемі болып жатыр, қарашы. Тамаша, жарайсың. Жасыл түсті көпіргіштер қай түстің үстінде тұр? Оранжевыйның астындағы үстінде, иә? үстінде тұр. Қара, енді араласып жатыр. Қане, енді ең кереметі көпіргіш таблетканы саламыз. Қане, біреуін сала ғой. Енді бақылаймыз. Енді отырып жанынан бақылайық, қара. Қандай керемет. Әдемі болып жатыр. Қандай әдемі, қара. Көпіршіктер төбеге кетіп бара жатыр. Иә, төбеге көтеріліп жатыр көпіргіштер. Нағыз от шашуға ұқсайды екен. Қарашы. Астынан қайнап жоғары көтеріліп жатыр. Қандай керемет. Төбеге әдемі болып жатыр. Жоғарыда да әдемі болып жатыр. Жанынан бақылаған қызығырақ екен, қарашы. Қандай керемет. Әне, қара. Қандай керемет, иә? Қандай керемет құбылыс болып жатыр. Қарашы. Көпіргіш таблеткамен су әсерінен қандай керемет құбылыс болып жатыр. Көмір қышқыл газы пайда болып, Байқараңыз, жаңағы менің істеген көпіргішім. Иә, сенің құйған бояуларың, иә? Тамаша. Ал енді томирис. Ұялы телефонды алып, жарығын қосайық. Жарықтың үстіне қойып көрейікші ғана. Апай, қандай әдемі болып жатыр. Қандай әдемі болып жатыр, иә? Иә, апай. Түндегі үйге қоятын жарық шамға ұқсайды екен, иә? Иә, апай. Міне керемет. Саған ұнады ма? Апай, ұнады. Керемет тәжірибе екен, иә? Ол тәжірибені де үйде үлкендердің көмегімен жасауға болады екен. Апай, бұндай менің үйімде де бар.